Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Сандуғаш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрме тағамын дайындайтын боламыз. Бұл тағам атына сәйкес қарынның ішінде жасалынады. Бұрында ата-бабамыз бұның ішіне, қарынның ішіне қой етін, сиыр етін, кез келген еттің түрін пайдаланған және сүрленген етті де қазы етінде пайдаланған. Қазіргі уақытқа сәйкес енді түрлі көкөністерді де салып жасасаңыздар болады. Мінекей менде осындай кішігірім қарын, оның ішіне осындай түрлі көкөністер, сәбіз, картоп, тәтті бұрыш, пияз және құйрық майдан да аздап қосып жібердік. Және қалауыңыз бойынша кез келген дәмдеуіштің түрлерін пайдалансаңыздар болады. Мінекей менде кішігірім картоп болған соң оны бүтіндей қосамын. Міне болгарскийлерді, тәтті бұрыштарымызды туралап алдық және пияздарымызды турап алдық. Міне тәтті бұрышымыз, пияз және қалауыңызша кез келген еттің түрін пайдалансаңыздар және кішкене дәм беру үшін осындай мен құйрықты пайдаландым. Мінекей кішкене картоптарымыз егер үлкен болса бірнеше бөліктерге бөліп алсаңыздар болады және 2-3 штуктай қызанақ. Мінекей мен паприка, қара бұрыш және қызыл бұрышты пайдаландым. Және де осындай кинзаны да пайдаландым, кептірілген кинзаның түрін пайдаландым және зирадан аздап шамалы 1 шай қасық көлемінде зира қосып жібердім. Дәмдеуіштерді өз қалауыңыз бойынша қоссаңыз, қоспасаңыздар да болады. Толықтай араластырып енді қарынымызға салатын боламыз. Енді қарынның шамасына, яғни үлкен, кіші шамасына қарап салу керек. Оны толтырып, нығыздап салудың қажеті жоқ. Егер толықтай әдемі болып піскен қаласаңыздар, кішкене бостау етіп салған дұрыс болады. Және ең соңынан сұйық майымызды да құйып алдық. Ешқандай көріп тұрғандарыңыздай су құймаймыз. Өзінің суына пісетін болады. Мінекей аузын жақсылап 2 қайтара тігіп аламыз. Сонда ішіндегі заттарымыз сыртқа шығып суына бөлінбейтін болады. Және де ол су қайнаған соң ол тартылатын болады. Сол үшін де нығыздап салудың қажеті жоқ. Үлкен ыдысымызда қайнатып пісіріп алатын боламыз. Енді оны кемінде 3-4 сағаттай жай отта мінекей осылай қайнатып алуымыз қажет болады. Мінекей достар, менің қарын бүрмем дайын болып шықты. Өте керемет, өте дәмді болып шығарына сенімдімін. Міндетті түрде осы менің дайындау әдіс тәсілмен жасап көріңіздер. Өте дәмді және отбасыларыңызға да ұнарына сенімдімін. Мінекей көрсеңіздер өте әдемі болып шықты. Түрі де дәмі де өте керемет. Қарында мінекей кесіп, енді жан-жағына қойып ұсына берсеңіздер де болады. Осындай өзінің суында піседі, ешқандай суда құюдың қажеті жоқ. Сондай мінекей картоптарымыз езіліп тұр. Міне қарасаңыздар, міне еттеріміз де өте тамаша, жұмсақ болып піскен. Достар, енді мен арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі видео рецепт менде ауылда тандырда нан жабу жолмен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.